Төребек Бекбаевтың айна деген принципін естіп көріп беріңіз. Бір жолы стоматологқа барам, тісімді емдету керекпін. Проблема баршылықтан, жартысынан көбінде пломба деген сияқты. Сөйтіп, аузымды бүйтіп керіп қойды да, емін жасап жатыр. Сөйтіп та дыз дегізіп қояды да, телефонына қарайды. Аузым дыз дегізеді да, телефонына қарайды, бірнәрсе жазады. Сөйтіп қайта сөйте береді да. Ана кезде менің ашуым деген жынданып жатырмын да, ашуланып. Сөйтіп айтамын, мына қазір бітсем, мынаның жағасынан алып мұрнын бұзам деп тұрмын ғой. Мынау дұрыс емес қой, мынау қандай отношение мынау клиентке деп ше. Болмаса, как минимум болмай баратса, мен басшылыққа барам да, арыз жазып кетем. Мынандай масқара екінші рет қайталанбау керек деймін ғой, что басқаларға да сондай жасамасын деп ше. Сөйтіп жатқан кезде ойыма келеді ғой, айна деуші едің ғой, сол не болды деймін ғой, өз-өзіме сұрақ қоям. Анау ем жалғасып жатыр, мен өз-өзіммен сұрақ қойып жатырмын. Қалай сонда айна? Айна деген принцип, бұл Төребек Бекбаевтың семинарында естіген болатынмын. Сол менің өмірімді кәдімгідей кейін деп өзгертті десе де болады. Себебі мен енді қазір бір нәрсеге біреуге ашулансам, анау жаман, мынау жаман, үкімет қайда қарап отыр, президент жаман, Путин жаман дегеннен бұрын сол жамандық менде де бар ма? Және де біз сол жамандықты өзімнен де тауып, сонымен жұмыс жасауға, дұрыстауға тырысатын болдым да. Сөйтіп іздеп жатырмын енді. Жоқ деп қоям ғой. Бұл енді басқа бұл енді айна емес деймін ғой. Бұл енді менің ешқандай айна емес, бұл мені ешқандай да көрсетіп тұрған жоқ. Бұған мен қатысым жоқ деп қоям. Сөйтем де әлі уақыт көп, әлі емдеп жатыр. Сөйтем де ойланып жатырмын. Бұл не істеп жатыр сонда деймін. Бұл жұмыс уақытында отыр. Және де телефонға алаңдап отыр. Ал мен ше деймін. Сөйтем де оппа деймін ғой. Сонда мен де жұмыста отырып, жаңағыдай бір-екі фото, рилс біресе саласың, кім лайк басты, кім баспады, кім не жазды деген сияқты бүйтіп алаңдап отыратынымыз бар да. Болмаса, сәл жұмыстан қол тиіп қалса болды, телефоннан шықпаймыз. Соны ойлаған кезде, мә дедім ғой. Мынау деген шынымен де мені көрсетіп тұр ғой деймін да. Шынымен де мен де жұмыста телефонға көп алаңдайтыным бар енді, өкінішке орай да. Енді сол нәрсені, яғни анау кісі басында мұрнын бұзып өлтіріп қойғым келген адам мен үшін әулие болып кетті ғой. Әулие деңгейінде болып кетті. Неге? Себебі ол менің бір ең үлкен қателік кемшіліктерімді көрсетіп берді да. Енді менде анаған деген ашу мүлдем басылып кетті. Енді менде келесі сұрақ пайда болды да. Енді өз қате кемшілігімді көрдім, сонымен қалай жұмыс жасаймын, не істеймін деген өзіме керісінше ойландырып тастады. Міне, айна деген принцип сондай. Кез келген сені ашуландырған жағдайда сен ойланасың. Ұнамай тұрған нәрсе бәлкім менің өзімде де бар шығар. Мен де біреуге осындай нәрсе жасап жүрген шығармын. Соны қалай дұрыстаймын деген нәрсе. Сол принципті айна деп өзім түсініп алып, әлі күнге дейін қолданып көруге тырысамын. Көріскенше.